Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика 3-ші сынып 34-ші сабақ. Достар, біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар. ПЖБ, ТЖБ тапсырмаларын алдағы уақытта аласыңдар. Ол үшін қызыл батырманы бассаңыздар, бізге тіркелесіздер. Бүгінгі сабағымыз өткенді қайталау. Сен шамалар арасындағы қатынасты және көбейту мен бөлу кестесін есептер шығару үшін қолданасың дейді. Бірінші мысалды есептеп, олардың мәнін өсу ретімен салыстыр. Орналастыр. Мақалды оқы. Мына жерде есептер көбейту берілген, көбейтуді шығару арқылы біз мақал мәтелді таба аламыз. 5 жолдасынан деген сөздің жанында тұрған 5 пен 7-дің көбейтіндісі 35, көреді сөздің жанында тұрған 7 мен 8-дің көбейтіндісі 56, басынан 9 пен 6-ның көбейтіндісі 54, жақсы 9 пен 5-дің көбейтіндісі 45, жаман 9 пен 3-дің көбейтіндісі 27, 6 мен 8-дің көбейтіндісі 48, көреді 6 мен 7-дің көбейтіндісі 42, жаман жолдасынан көреді, жақсы өз басынан көреді. Әрі қарай келесі есепке назар аударайық. Екінші есеп, оқушылар сатушыға көкөніс пен жемістің массасын есептеуге көмектесті. Керекті формуланы жаз, есепті шығар дейді. Бізде бірнеше есеп берілген. Бірінші есепте бізде бір жәшіктің массасы белгісіз, жәшіктің саны белгілі, жалпы массасы белгілі. Енді бұл есепті шығару үшін масса тең жалпы массасы мен санның бөліндісі. Енді есептің шартына келетін болсақ, 4 жәшік 28 кг, бір жәшік белгісіз. Формула бойынша жалпы массасына жәшіктің санын бөлеміз. Яғни 28 бен 4-дің бөліндісі 7 кг. Бір жәшіктің массасы сонда 7 кг болады екен. Екінші есепте бір жәшік 6 кг. Бұл жерде саны белгісіз, жалпы массасы 54 кг. Ендеше біз саны тең жалпы массасы бөлу масса бөлін формуласын қолданамыз. 54 пен 6-ның бөліндісі 9 жәшік. Яғни жәшіктің саны 9. Әрі қарай үшінші есепте бір жәшіктің массасы 8 кг. 7 жәшік, ал жалпы массасы бұл жерде белгісіз. 8 мен 7-ның көбейтіндісі 56 кг. Жалпы массасы сонда 56 кг болады. Үшінші есеп. Бұл жерде апельсин бірдей, мандарин де бірдей, екеуінің де массасы, бір жәшіктің массасы бірдей болу керек. Жәшіктер саны әртүрлі, жемістің жалпы массасы да әртүрлі. Мандаринде жалпы массасы белгісіз. Ол үшін біз әуелі апельсиннің бір жәшікте апельсиннің массасы қанша екенін анықтап алуымыз керек. Яғни 4 жәшік апельсин 24 кг. Олардың массасы мандаринмен бірдей. 3 жәшік мандарин жалпы массасы белгісіз, бір жәшіктің массасы бірдей. Ол үшін біз апельсиннің бір жәшіктің массасы қанша шығатынын анықтап аламыз. Ол үшін 24 пен 4-ті бөлеміз. Яғни жалпы массасы мен жәшіктің санын бөлеміз. 6 кг шықты. Ендеше 6 кг-ды мандариннің 3 жәшігінің санына көбейтеміз. Сонда 18 кг шықты. 3 жәшік мандариннің жалпы массасы жалпы 18 кг шығады. Келесі есеп. 4-ші есеп салыстыр. Бұл жерде көбейту берілген. Ендеше балалар салыстырайық. 7 мен 6-ның көбейтіндісі 5 пен 6-ның көбейтіндісі. Салыстыратын болсақ, қай жағы артық кем екенін
балалар экраннан көріп отырсыңдар. Барлығын айтып, бұл жерде уақыт қалмай қойып, осы уақытқа дейін көбейтуді жатқа біледі деген ойдамын. Әрі қарай 5-ші есеп, кесте бойынша есеп құрастырып, соны шығар дейді. Жаңағы біздің есебімізге ұқсас бұл жерде. Бір жәшіктің массасы бірдей, сандары әртүрлі, жалпы массасы біреуінде белгілі, біреуінде белгісіз. Ендеше есептің сыртына назар аударайық. 6 жәшік 42 килограмм, 9 жәшік белгісіз жалпы массасы, ал бір жәшіктің массасы барлығына бірдей. Ол үшін біз 46 мен 6-ны бөлеміз, 7 килограмм шығады, ал 7 мен 9-ды көбейтсек, екінші біздің жәшігіміздің жалпы массасы шығады. Мына жерде балалар қалай шығу жолдары көрсетілген. Кер есеп құрастыр дейді. Бір жәшік 9 килограммнан 63 килограмм, екінші жәшік белгісіз жалпы массасынан 56 килограмм жалпы массасы, жәшіктер саны бір жерде бірдей, екіншісінде жалпы бір жәшіктің массасы да белгісіз. 63 мен 9-ның бөліндісі 7, жәшіктер саны 56 мен 7-ның бөліндісі 8 килограмм, яғни екінші жәшіктің массасы. Бұл жерде 56 бөлу жақсы ішінде 63 мен 9-ның бөліндісі 56 мен 7-ның бөліндісі 8 килограмм. Яғни екінші жәшікте жемістер 8 килограммнан салынды. Бірінші жәшікте 4 килограммнан 6 жәшік, екінші жәшікте 8 килограммнан белгісіз жалпы массасы бірдей. Бұл жерде кер есеп құрастырылып жатыр. 6 мен 4-дің көбейтіндісі 24 килограмм, 24-тен 8-дің бөліндісі 3 жәшікке шықты, яғни екінші жәшіктің саны. 6 мен 4-дің көбейтіндісі бөлу 8-тен 24 пен 8-дің бөліндісі 3 жәшік шықты. Бұл енді бұған құрастырылған кері есептер. Есепте дейді балалар. Бұл жерде бірнеше амал берілген. Амалдардың орындалу реті әрине біздер жақша үшін орындаймыз. Оның ішінде көбейту бөлу амалдарын ең бірінші орындаймыз. 24 пен 3-дің бөліндісі бірінші амал, одан кейін жақша ішіндегі қосу амалы екінші амал, жақша сыртындағы бөлу амалы үшінші амал, азайту ең соңғы амалымыз. 24 пен 3-дің бөліндісі 8, 125 пен 8-дің қосындысы 133. Ал 27 мен 9-дің бөліндісі 3, 133-тен 3-ті азайтсақ, есебіміздің мәні 130 болады екен. Келесі есеп 32 мен 4-дің бөліндісі қосу жақша ашылған 200 азайту 4 пен 9-ның көбейтіндісі жақша жабылады екен. Бұл жерде де бірінші біз жақша ішіндегі көбейтуді орындаймыз, одан кейін азайту, жақша сыртындағы бөлу, одан кейін қосу амалдарын орындаймыз. 4 пен 9-ның көбейтіндісі 36, 200-ден 36-ны азайтсақ 164. Жақша сыртындағы 32 мен 4-дің бөліндісі 8, 164 пен 8-дің қосындысы 172. Келесі есебіміз балалар 200 азайту 5 пен 8-дің көбейтіндісі қосу 120. Яғни бірінші амал бұл жерде көбейту, ешқандай жақша жоқ болғандықтан көбейту амалы, екінші азайту амалы, үшінші барып қосу амалы орындалады. Яғни 5 пен 8-дің көбейтіндісі 40, 200 пен 40-тың айырмасы 160, 160 пен 120-ның қосындысы 280 болады екен. Ең соңғы біздің тағы бір есебіміз 95 қосу, жақша ішінде 100 пен 55-тің айырмасы бөлу 5. Яғни бұл жерде бірінші амал жақша іші, одан кейін бөлу, одан кейін қосу амалы. 100 пен 55-тің айырмасы 45, 45 пен 5-тің бөліндісі 9, 95 пен 9-ның қосындысы 104 болады екен мәні. Біздің келесі есебіміз 7 өрнектің мәнін тап дейді. Балалар, бұл жерде де жақша ішіндегі өрнек амалдар
бірінші орынды алады. 4 пен 5-дің қосындысы 9, 9 пен 5-дің көбейтіндісі 45. Мына жерде 4 қосу 5 пен 5-дің көбейтіндісі тұр. Бұл жерде бірінші көбейту орынды алады, одан кейін қосу. Яғни 4 қосу 25 тең 29. Келесі есебіміз біздің 4 пен 6-ның көбейтіндісі қосу жақша ішінде 2 мен 6-ның қосындысы. Әдеттегідей жақшаны бірінші орындаймыз. 2 мен 6-ның қосындысы 8, 4 пен 6-ның көбейтіндісі 24, жауабы жалпы 32. 4 көбейту жақша ішінде 6 мен 2-ның қосындысы, жақсы сыртында қосу 6. 6 мен 2-ның қосындысы 8, 4 пен 8-дің көбейтіндісі 32. 32-ге 6-ны қоссақ, балалар 38. 8 пен 6-ның көбейтіндісі азайту 4 пен 2-ның бөліндісі. 8 пен 6-ның көбейтіндісі 48, одан 2-ні азайтсақ, 4 пен 2-ның бөліндісі 2 болады, азайтсақ, есептің мәні 46. Ең соңғы есеп 8 көбейту жақшашылған 6 мен 4-дің айырмасы жақша сыртында бөлу 2. 6 мен 4-дің айырмасы 2, 8 мен 2-ның көбейтіндісі 16, 16-ны 2-ге бөлсек 8 балалар. Біздің енді жерде ең соңғы есебіміз 8-ші есеп. 3 қорапта карандаш, қалам, фломастер немесе қалам бар. Қорап сыртындағы жазулардың жалған екені белгілі. Қайсы қорапта жатуы мүмкін дейді. 8-ші есепте бірінші фломастер немесе қалам, карандаш. Екінші карандаш, қалам. Үшінші қалам, фломастер. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Біздің арнамызға тіркеліп, келесі сабақта асыға күтіңіздер.